Желіде шұғыл ақпарат көріңіздер. Сәлеметер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Павлодарда 6 сынып оқушысы 2 баланы пышақтап тастады. Бала құқықтары жөніндегі аймақтық өкіл Сәуле Шакенованың айтуынша, оқиға 11 қыркүйек түстен кейін дүкеннің жанында болған. 6 сынып оқушысы 2 құрдасын жиналмалы пышақпен жарақаттаған. Олар бұл туралы ешкімге айтпай сабаққа қатыспастан үйге кеткен. Кейін екеуі де дәрігерге жүгінуге мәжбүр болыпты. Бір баланың сол жақ жамбасында пышақпен кесілген жарақат, екіншісінде сол жақ жамбаста соғылған жара болды. Медициналық көмек көрсеткеннен кейін оқушылар амбулаториялық емдеуге жіберілді. Келесі күн жәбір көрген балалардың ата-анасы мектеп әкімшілігіне хабарлаған. Олар өз кезегінде білім бөліміне полицияны құлақтар еткен. Полиция департаменті қылмыстық іс қозғалмағанын жеткізді. Өткен оқушы әлі 14 жасқа толмаған. Оның іс-әрекетіне ата-анасы жауапты. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Бізді бақылауда жалғастырыңыз.